Сәлем досым, бүгінгі тақырып бас әріптің қолданылуы. Мемлекеттік біркелкі мекемелердің, ұйымдардың, академиялардың, институттардың, музейлердің, арнаулы үйлердің күрделі аттарының бірінші сөзі бас әріппен жазылады. Сондықтан олардың орысша атауларындағы бірінші сөз бен қазақшасындағы бас әріппен жазылатын бірінші сөз әрдайым бірдей келмеуі мүмкін. Мысалы, ғылым академиясы, академия наук, тіл білім институты, институт языкознания, мемлекеттік банк, государственный банк, үлкен театр, большой театр. Тырнақшаға алынып жазылған зауыт, фабрика, трест, комбинат, спорт қоғамдары, кәсіпорын, шахта, кинотеатр, тағы да басқа аттары бас әріппен жазылады. Егер олар күрделі атаулар болса, бірінші сөз ғана бас әріппен жазылады. Жеңіс шағын кәсіпорны, Қарағанды Z5 шахтасы, Запорожсталь зауыты, Жетісу аяқ киім фирмасы, Арман кинотеатры, Еңбек спорт қоғамы. Ордендердің аттары тырнақшаға алынбай, әрбір сөзі бас әріппен жазылады. Мысалы, Отан ордені, Даңқ ордені, Парасат ордені, Құрмет ордені, Еңбек қызыл ту ордені, Халықтар достығы ордені, Қазақстанның халық жазушысы, Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым және техника қайраткері. Кейбір ордендер мен медаль аттары және құрметті атақтар тырнақшаға алынып жазылады. Мұндайда олардың бірінші сөзі ғана бас әріппен беріледі. Ерлігі үшін медалі, ерен еңбегі үшін медалі, шапағат медалі, алтын алқа, күміс алқа, еңбектегі ерлігі үшін медалі, ардақты ана ордені.